Қыс, аурухананың іші суық. Жас ана жылап отыр. Қолында емізулі сәби. Аты Арман. Бірақ өмір оған Арманды өсіруге мүмкіндік бермеді. Жұмыс жоқ, тамақ жоқ, үй жоқ. Сол түнде ана жүрегі сынып Арманды балалар үйінің есігіне тастап кетті. Кешір, балам. Мен сені жақсы көрем. Бірақ өмір мені жеңіп тұр. Балалар үйінде Арман көпке дейін жылады. Қалған балалармен бірге өсті. Бір күні ол асырап алынды. Асырап алушы отбасы Америкадан еді. Бай ірі үй. Бірақ ішінде жылу болмады. Сенің атың енді Тим, қазақ деген жоқ. Қазақ тілі ұмыт. Тимді мектепке берді. Басында бәрі жақсы көрінген. Бірақ көп ұзамай бәрі өзгерді. Асырап алған анасы жиі ұрсатын болды. Әкесі үйде жиі жоқ. Жақындық жоқ. Сөйлесетін ешкім жоқ. Тим өз бөлмесінде жалғыз ойлайтын. Мен кіммін? Қайдан келдім? Неге мені ешкім жақсы көрмейді? Жас өспірім шағында Тим пицца дүкеніне жұмысқа тұрды. Құжатсыз, арзан жұмысшы ретінде. Кешке дейін пицца тасыды. Ақшасында толық бермейтін. Бірақ ол үнсіз көнді. Жүрегінің түкпірінде бір сұрақ тұрды: анам қайда? Бір күні интернеттен ана туралы жыр әнін тауып алды. Кеудесі сыздап, жүрегі сынып ұзақ жылады. Содан бастап іздеу басталды. Асырап алған отбасына айтпастан құжаттарын қарап шықты. Қазақша әріптер, Алматы қаласы деген мөр. Балалар үйі. Басқа ештеңе жоқ. Жұмыстан жиналған ақшасына Қазақстанға билет алды. Келді, адасты, түсінбейді ешкімді. Бірақ тоқтамайды. Телевидениеге барды. Студияда отырады. Мен анамды іздеймін. Егер осы видеоны көріп отырса, мен ренжімедім. Мен тек құшақтағым келеді. Эфир шықты. Бүкіл ел көрді. Бір ауылда, қарапайым үйде бір әйел теледидар алдында қатып қалған. Бұл менің балам. Арман. Арманым. Телевидениеге хабарласты. Келесі түсірілімде әуежай. Жаңбыр. Ұшақ қонды. Тим шықты. Көп іздеген жүзі. Анасы оны көргенде отыра кетті. Жерді құшақтады. Арман. Мен сені тастап кеттім, мен күнде жылап жүрдім. Мама, мен сені таптым. Сол жеткілікті. Олар құшақтасты. Сол сәт бүкіл өмірдің өтемі болды. Бүгінде Арман өзі пицца сатып жүрген көше жанында кафесі бар. Есігінің маңдайшасында жазу тұр. Ана даусы мені қайта тірілткен үн.